Сәлеметсіздер ме, қымбатты 11-ші сынып бітірушілері. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қазақ әдебиетінен дайындық сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда жыраулар шығармашылығына арналады. Біз өткен сабақта сіздерге жалпы жыраулар шығармашылығы туралы мәлімет беріп кеткен болатынбыз. Енді сол аталған мәліметтерге байланысты, өздеріңнің оқып білгендеріңе байланысты, енді бүгінгі сабағымызда бекіту, пысықтау, жаттығу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Ендеше іске сәт, достар. Жырау, міне бекіту сұрақтарынан бастайық. Жырау жыр толғауларды өзі шығарып айтады. Бұл дұрыс не бұрыс деп аталатын тапсырма болады. Мұқият тыңдап отырғаның жөн. Міне, жырау жыр толғауларды өзі шығарып айтады. Демек, дұрыс екен. Жырау шын мәнінде өз шығармаларын өзі шығарып айтатын әрі ақын, әрі ойшыл адам екен. Келесі сұрақ. Мына пікір Мұхтар Әуезовтің ойы. Жырау сөзі мақсатсыз айтылмайды. Не айтса да, көптің мұңы, көптің жайы туралы ақыл өсиет түрінде айтылады. Дұрыс па, бұрыс па, ойланайық. Әрине, дұрыс екен. Өзіңнің жауабыңмен салыстырып отыруыңа болады, қымбатты оқушы. Келесі сұрағымызға көшейік. Әй хан, мен айтпасам білмейсің деп аталатын толғау Жембет жыраудың өлеңі. Дұрыс па, бұрыс па? Ойланып көруіңе болады. Әрине, бұл бұрыс. Себебі әй хан, мен айтпасам білмейсің деп аталатын өлеңді Әз Жәнібек ханға Асан қайғы айтқан болатын. Келесі сұраққа көшеміз. Шалкез жырау өзінің бойындағы ерекше қасиеттерін нақты дәлелдермен жырға қосады. Есіңе түсіріп көр. Шалкез жырау өз қасиеті туралы толғау шығарған беді? Жақсылап тыңдап көруіңе болады. Дұрыс па, бұрыс па? Әрине, бұл бұрыс. Шалкез жырау өз туралы шығарған жоқ, ол Байтемірдің қасиеттері туралы шығарды. Ал кәпірдің ортасын бұзып барып, дінді ашқан, бұдырайған екі шекелі, мұздай үлкен көбелі, қарадымы сұлтандайын жүрісті деп басталатын өзінің бар тұлғасын жырға қосқан, қасиетін сипатын өлеңмен берген жырау, ол қазтуған жырау болатын. Келесі тақырыбымызға көшеміз. Ел бірлігі мен өмір жайлы терең философия жыраулар шығармашылығының басты өзегі. Дұрыс па, бұрыс па? Ойланып көр. Әрине, бұл дұрыс. Ел бірлігі туралы осылай болады екен. Енді кеттік әрі қарай. Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірткен жыраулар Бұқар мен Үмбетей. Ойланып көрші. Бөгенбай өлген кезде Абылай ханға өлеңмен естіртіп айтқан қай жыраулар еді? Бөгенбайдың бүкіл ерлігін, онымен қоса бүкіл сол кездегі Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шақшағұлы, Жәнібек, Қаздауысты, Қазбек деп барлығының, бейнің де, батырының да бар қасиетін жырға қосатын жыраулар да бар болатын. Есіңе түсірсең болады. Демек, әрине бұл дұрыс. Бұқар да, Үмбетей де Бөгенбай өлімін жырға қосып Абылайға естірткен жыраулар екен. Ал, қымбатты оқушы, келесі тапсырма сәл өзгешелеу бағытта жалғасады. Сендерге мына алдарыңда тұрған жыраулардың толғаулары аудио нұсқасы оқылады. Міне сол шумақтың ішін тыңдап отырып, бұл кімдік екенін енді өздерің көріп отырсыңдар, Асан қайғының екені мысал үшін. Ал бірақ Асан қайғының қай толғауы екенін анықтап білулерің керек. Ендеше іске сәт, бастап көрейік. Арғымаққа мінгендер артық тоқтана баспа, күнді өзің болдың деткен кейге таласпа, артық үшін айтысып, достарымен санаспа, ғылымың
Ал осы үзіндіден тыңдап көрдің. Міне бұл Асан Қайғының қай толғауына жатады екен? Есіңе түсіріп көрші. Асан Қайғының жаңағы 5-6 толғауын мен өткен тақырыпта сендерге көрсетіп көрген болатынмын. Ал ойланып көрейік. Асан Қайғының қай толғауы? Бұл Асан Қайғының өлеңі «Есті көрсең кем деме» деп аталады екен. Яғни адамгершілікті, жаман мінездердің барлығынан, жаман қасиеттерден сақтандыратын толғауы «Есті көрсең кем деме» деп аталады екен. Келесі Қазтуған жырауды тыңдап көрейік. Қарымы сұлтандайын жүрісті, адырнасы шәй жіберу қабірісті, айдаса қойдың көсемі, сөйлесе қысыл тілдің шешені, ұстаса қашағанның ұзын құрығы, қалайлаған қасты орданың сырығы. Ал Қазтуғанның қай толғауы? Енді осы толғаудың ішіндегі мазмұнын, сөзін, сипатын, көркемдігін бәрін тыңдап отырып біліп отырған шығарсыңдар. Бұл әйгілі Қазтуғанның мадақ жыр екен. Яғни өзінің тұлғасын ерекше сипаттап берген толғауы мадақ. Әдетте өзін-өзі мақтаған адамды біз аса жақсы көре бермейміз ғой. Бірақ Қазтуған жыраудың мадақ жырында шын мәнінде жыраудың қандай кісі болғандығын біз осы толғауға қарап әбден жақсы портретін танығандаймыз. Солай емес пе балалар? Келесін тыңдап көрейік. Ақтамберді жырауға кезек берелік. Жағасы алтын жеңер, жез, шығыр-шығыр торғай көз сауық киер мекеніміз. Он қояндай жүгілтіп, аш күзендей бүгілтіп, жол барыспай шұбарды таңдап мінер мекеніміз. Сол шұбарға мінген соң, қоңыраулын айза қолға алып, қоңыр салқын төске алып, қол төңкерер мекеніміз. Ал Ақтамбердінің атақты толғауларының бірі екен. Көрдіңдер, жыраудың қандай арманы, қандай қиялы, қандай асқақ арманы, өміршең, асқақ рухы көрініп тұр осы жырда. Енді бұл Ақтамбердінің қай толғауы? Ойланып көрші. Бұны сендер білуге тиіссіңдер деп ойлаймын. Бұл Ақтамбердінің әйгілі күмбір-күмбір кісінетіп деп аталатын жорық жырының біріне жатады екен. Келесіге тоқталайық. Доспамбетке кезек берелік. Доспамбет жырау. Ай-мадетке оқпейді 32 омыртқаның буынынан, зырлап аққан қараған, тыйылмайды жанның уақ тамырдан, сақ етер тиді сағыма, сақсырым толды қаныма, жара бір қатты жан тәтті, шараузына қанғатты, жарықшылар жоқ бекен, жармай білте саларға, жағдайсыз жаман қалып барамын, жанында бір туғанның жоғынан. Ал енді осы толғау Доспамбеттің қай толғауына жатады екен? Ойланып көрші. Доспамбетті айттық, оның өлеңдерінің бәрі жорыққа, әскери үлкен бір соғыс, шайқас алдында туып отырған кереметтей жырлар, толғаулар. Көп толғау қалмаған, бірақ енді осы толғау қай толғауына жатады екен? Доспамбеттің арғымаққа оқ тиді деп аталатын толғау екен. Осы жерде бір нәрсені айта кеткім келіп отыр, қымбатты оқушылар. Сендер көп жағдайда екінші шумақ немесе үшінші шумақтан басталатын өлең болса, біріншісін білеміз де кейінгі жағын білмей жатамыз. Сол бірінші жол екінші жолмен ұқсас келетін есіңнен шығарма. Мысалы, ай-мәдетке оқ тиді деп басталып еді ғой. Демек, арғымаққа оқ тиді Қылмайқанның түбінен. Ай-мәдетке оқ тиді 32 омыртқаның буынынан деп отыр. Мінекей, сонда сол екі ұқсастығына қарап та тауып алуға болады екен. Және ай-мәдет деп отырғаны Доспамбеттің өзі екендігін, Мұхтар Мағауиннің айтып кеткендігін есіңе сақтауға тиіссің. Бұл сұрақта соған келіп жатады. Келесі, Үмбетейге келелік. Сол ерлікпен хан болдың, әлем асқан жан болдың,
Барша әлемге дан болдың, ұмыттың ба соны Абылай? Қалдан ханның әскері іздеп сені әрбері қапыда ұстап алғанда, алып барып Тәшкенде көп зынданға салғанда, елің қараң қалғанда, 90 жақсы 300-ден сені сұрай барғанда, өлтірем деп қалдан Ал, міне, Абылайға қарап сөйлеген толғау екен үмбетейдің. Бұл толғау қай толғауына жатады үмбетейдің? Бұны да сендер жақсы білуге тиіссіңдер. Бұл да үмбетейдің Бөгенбай өлімін Абылай ханға естіртуі деп аталатын әйгілі толғауы екен. Мінекей, сендер осы сияқты аудио нұсқаларды тыңдап, жадыларыңды жаңғыртуларыңа болады екен. Бұл да сендерге ұлттық бірыңғай тестілеуге үлкен көмек болады деп есептеймін. Келесі әрине тест жұмыстары. Тест жұмыстарына да мән берейік. Мысал үшін қарайық. Мына сұраққа мән берсек. Мамай бидің тұсында өмір сүрген жырау. Бұл кім? Мамай бидің тұсында өмір сүрген жырау. Өзің есіңе түсір, қарап тауып аласың. Ер Мамайдың тұсында шахид кештім өкінбен деп атап толғау жариялаған жырау кім еді? Әрине Доспанбет болатын. Жауабы есіңе түсір. Сосын Ақтамбердінің жылқы малының қасиетін сипаттаған толғау. Енді осы жерде тіпті сол толғауды оқымағанның өзінде мына тақырыптың ішінде логикаға сүйеніп те тауып алуға болады. Әрине, от басар орны отаудай. Бұл Ақтамбердінің сол арғымаққа арнап шығарған әйгілі толғау екен. Жыраулар поэзиясында жиі кездесетін көркемдік тәсіл. Бұл синтаксистік параллелизм. Барлық уақытта жақсы мен жаманды, ақ пен қараны үнемі қатар қойып суреттеп отыратын, өмірдің көлеңкелі және күнгей тұстарын қатар суреттейтін жырау толғауларына тән қасиет осы екен. 17-де құрсанып қылыш білекке деп жырлаған жауынгер жырау кім? Әрине, бұл Ақтамберді жырау. Міне осы сияқты тестілердің барлығына дайындалсаңдар, сендер әрбір тесттің ішінде келетін болғандықтан осы барлық жыраулар шығармашылығын топтастырып өзіңе түсіндіруді жөн көрдік. Ендеше білім алаңында қайта кездескенше күн жақсы достар.